Мінекей достар, осындай сосиска тесто дайындаймыз. Алдымен лайк, комментария, жаңағыдай подписка жасаңыздар. Қоңыраушадан басуды ұмытпаңыздар достар. Мені қолдап кетіңіздер. Бізге қажетті нәрселер керек. Ол үшін бізге сосиска, дайын лаваш, қаласаңыздар жаңағыдай қолдарыңыздан істеп алсаңыздар болады. Және де жұмыртқа керек. Мінекей лавашымызды пакеттен шешіп алдық. Сіздер өздеріңіз қалауларыңызға қарай кессеңіз де болады. Мен есе менің балдарым үлкен болғандықтан мен үлкен көлемде қырқатын боламын. Сөйтіп лавашты кесіп аламыз. Ал осы бөлігін, дәл осы бөлігін мен екіге бөлемін. Мінекей достар, мен өз қалауыма қарай мен өзім кесіп алдым. Ендігі кезекте мен әркім өзіне қарай сосисканы жаңағыдай кесіп алады. Мен сосисканың барлығын осындай қылып кесемін. Өйткені жаңағы қууға сәл ыңғайлау болады. Осындайда бір кесеге су дайындап аласыздар. Енді лаваштарымызды бір-бір саламыз. Лавашымызға жаңа сосиска тестомызды саламыз. Үстіп сулап жібереміз. Әйтпесе жабыспайды. Үстіп сулап жіберсеңіздер бір-біріне жабысып қалады. Мінеке біздің сосиска тестомыз дайын. Ендігі кезекте біз үлкендеу сосиска сиятында ыдыс алып, жұмыртқаларымызды жаратын боламыз. Мінеке жұмыртқа. Менің жұмыртқаларым кішкентай. Сіздер өздеріңізге қалауларыңызға қарай жұмыртқа қосасыздар. Ендігі кезекте біз енді жұмыртқаға батырып аламыз. Майды қызытып қойдым алдын ала. Үстіп жұмыртқаға батырып аламыз. Өзіміз болғандықтан мен қолымды батырып жатырмын. Қызып тұрған майға үстіп салып жібереміз. Үстіп бір бетін қызартамыз. Қызарған бетін аудара бастаймыз. Қатты қызартқыңыз келсе қатты қызартың, мен қатты қызартқанды ұнатамын. Тағы да айта кетерім, бұл жаңағыдай сіз егер сырды жақсы көрсеңіз, сырды қолдансаңыздар болады. Менің балаларым сыр жемейді, сол секілді мен сырды салмаймын. Мінекей біздің сосиска тестомыз дайын болды. Өте жұмсақ, өте дәмді болған, балаларға өте жегенге ыңғайлы, тәтті сосиска тесто. Жасап көруді ұсынамын, сіздерге ас болсын.